Қайырлы күн. Мен өткенде сәбіз еккен видео салған болатынмын. Комментарий келіпті, жалғасы қайда деп. Міне арада шамамен бір айдай уақыт өткен шығар, иә? Точно уақытын жазып кетем экранға. Осылай сәбіздеріміз көтерілді. Қараңыздар. Шамамен бір 7-8 сантиметрге көтеріліп қалыпты, иә? Енді осындай көтеріліп шыққаннан кейін міне аралары қарап тұрсаңыздар бір-біріне тығыз орналасқан, иә, қараңыздар түптерін. Сондықтан біз оларды не істейміз? Араларын сиретеміз. Себебі сәбіз ол бір-біріне тығыз өссе дұрыс өспейді, кедергі жасайды, кішкентай болады. Бізге не істеу керек? Ірі, көп мөлшерде сәбіз алуымыз қажет. Сондықтан араларын жиілетеміз. Мына атызда мен көріп тұрсаңыздар, араларын уже алып қойғам, тек ана бір-екі жер қалды, тазалап қойдым. Енді мыналарды қазір алдағы уақытта жасаймын. Сосын тазалап араларын жиілеткеннен кейін мынадай қалдықтар болса, мысалға, тастап кетпейміз. Мынадай жұлғандарды тастап кетпейміз, қасына міндетті түрде жинап тазалап аламыз. Неге? Себебі шыбыны болады, осы морковный муха дейді. Сәбіздің шыбыны болады, ол сәбіздің шыбыны кесе сәбізіңізді жеп кетеді. Сондықтан міндетті түрде мынандай қалдықтардың барлығын жинап, бұл жерге қалдырмаңыз. Компостқа тастаңыз, тағда басқа, мысалға, ең маңыздысы сәбіздің қасында болмасын. Қараңыздар қандай әдемі. Мыналарды арасы сиреп қалды, бірақ алдағы уақытта жақсы шығуға, жақсы молынан көп ірі болып өсуіне септігін тигізеді. Міне видеоның жалғасы осы. Тағы да алдағы уақытта өсу барысында осылай сәбіздің өсу процесін түсіріп ютубқа видео ретінде салып отырамын. Егер видео пайдалы болған болса, сіздерге деген бір пайдалы ақпарат тигізген болса, міндетті түрде бағалап кетуді ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бағбан ханымның өсімдіктер әлеміне қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міне қараңыздар, видеоны көрсетіп кетейін. Мысалға, мына арасы жақын, сондықтан міне мынаны алып тастаймын. Сол кезде арасы шамамен 10 сантиметрдей қашықтықта сиретеміз. Міне мынандайларды жинап алып тастаймыз. 10 сантиметр, мысалы мынаның арасында үлкен. Мынаның арасында үлкен, мысалы араларын алшақ етіп жинап сиретіп шығамыз. Көріп тұрсаңыздар, аралары өте алшақ. Мыналардың бәрін алып тастаймыз. Қараңыздар. Мынадай қалдықтарын міндетті түрде жинап аламыз. Мына жерге тастап кетпейміз. Өйткені шыбын болады, өзі сәбіздің шыбыны келіп сәбіздеріңізді құртып кетеді. Енді мынадай қалың грядка бойынша айтып өтейін. Мысалға, мынау қалың грядка, қараңыздар, тығыз орналасқан. Міне осыны сиреткен кезде, мысалға, мына біреуді қалдырамыз, мысалға, мұның қасындағыларды алып тастаймыз. 10 сантиметрге дейін алып тастаймыз. Алып тастаймыз, бізге керек емес олар. Арасы 10 сантиметр болады. Енді мына сәбізді қалдырамыз да, одан кейінгілерді ала береміз осылай. Түсінікті ғой, мына жерден аламыз қазір. Көрінсе аралары шамамен 10 сантиметрдей алшақтықта осылай жиілетіп, сиретіп, қолмен жұлып тастаймыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне, араларын алшақтығын көрдіңіздер ғой, Міне осылай барлығын сирете береміз. Қайырлы күн баршаңызға. Міне өткенде екен, осыдан
2 ай бұрын еккен сәбіздеріміздің нәтижесі осындай. Біршама көтеріліп қалыпты. Арада 2,5 айдай уақыт өтті. Араларын редит еттім. Қазір видео болса салам. Шамамен 8-10 сантиметр болып араларын жуып шыққанмын. Биіктігі шамамен 20 сантиметрдей болып көтерілген. Нәтижем не осындай. Енді әзірше 2 күнде бір қатты ыстық болса күнде суарып тұрмын. Арам шөптерін жұлып тұрмын арасындағы. Мына жерде тек алып тастап орнына рододендрон деген гүлді егу керек болды. Сонымен мына жердің сәбіздері алынып тасталды. Қалғандары тұр. Тек осы жерден алып тастап гүл ектім. Көрініс осы. Видеоның жалғасын сұраған адамдарға енді шамалы өскеннен кейін тағы да видеоның жалғасы болады.